Ескі Қазақстанның кезінде мүйізі қарағайдай дәрежеге жетіп, жалғанды жалпағынан баса дәуірлеген адамдардың кейбірі осы күні күншуақ астынан қою көлеңкеге ығысып кетті. Баяғы дәурен олардың көздерінен бұлбұл ұшты. Билікті оң жаңбасына салған адамдар бүгінде ондай әрекетті істей алмайды. Көлеңкеге ығысқандардың қатарында ағайынды Нығматуллиндер де бар деседі. Жалпы Нығматуллиндер жайлы ел ішінде әңгіме көп. Мысалы, бір кәсіпкерді қорғаймын деп сотталып кеткен адвокат жайлы сөз болғанда, Нығматуллиндердің аты жағымсыз жағынан сопаң етіп шыға келген. Осы сияқты басқа да жағдайлар бар деп жатады. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Адвокат Нығматуллиндер соттатқан балқаштық кәсіпкерді түрмеден босатуға көмектесемін деп, оның туыстарынан $300 000 сұраған көрінеді. Кәсіпкердің туыстары заңсыз қудалаудың артында ағайынды Нығматуллиндер тұрғанын адвокатқа ескертіпті. Адвокат та қулық сұмдықтан сау емес екен деп жатыр. Себебі ол кәсіпкердің үстінен қозғалған қылмыстық істі тоқтатамын, мен Қайрат Сатыбалдымен доспын деп сендірген дейді. Ақшаның жартысын алғаннан кейін адвокаттың өзі алаяқ атанып 5,5 жылға сотталып кеткен. Мұндағы айтпағымыз Нығматуллиндердің аты аталуы. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дегенде бар. Биыл жазда YDD Corporation ферроқорытпа зауытында апат болған екен. Бұл зауыт парламент мәжілісінің бұрынғы төрағасы Нұрлан Нығматуллиннің егіз інісі, мәжіліс пен сенаттың бұрынғы депутаты Ерлан Нығматуллинге тиесілі екені жазылды. Сонымен қатар апат кезінде зауыт иесі 2 сағат бойы төтенше жағдайлар қызметіне хабар бермегені және құтқарушыларды ішке кіргізуден бас тартқаны айтылды. Бұл үшін зауытқа қатысты әкімшілік іс қозғалып, 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынғаны үкіметтің отырысында сөз болған. Нығматуллиндер жайлы айтуымызға неге KZ ақпараттық сараптамалық порталында бұғып отыр. Нығматуллиндерге қатысты мемлекет позициясы неге өзгеруі мүмкін деген тақырыппен жарияланған мақала себеп болып отыр. Материалдан Нығматуллиндерге қатысты бірталай мәлімет су бетіне қалқып шыққанын көреміз. Нығматуллиндер шынында да бұғып отыр деген әсерде қаласыз. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында заңсыз активтерді қайтару бойынша реестрге енген, бірақ әлеуметтік қолдауды сөз бұйдаға салып созып жүрген кәсіпкерлермен басқаша сөйлесетінін ескертті. Бұл тиісті тұлғаларға жіберілген айқын сигнал делінген. Арғарай оқи түссек, мынадай деректерге қанығамыз. Осы ретте ағайынды Нұрлан мен Ерлан Нығматуллиндерге қатысты риторика қатаңдайды дейді неге дерек көзі. Естеріңізде болса, Ерлан Нығматуллин Қазақстан халқына қорына 200 миллион теңге аударумен шектелген болатын. Оның үлесі бар ферроқорытпа зауыты да қорға бар жоғы 300 миллион теңге аударды. Бірақ оның барлығы Нығматуллиндердің ақшасы емес, және ол зауыттың кезінде мемлекеттен 40 миллиард теңгеге жуық, яғни $92 миллион жеңілдетілген несие алғаны да ұмытыла қойған жоқ әлі. Власть KZ дерегінше мәжілістің экс-спикері Нұрлан Нығматуллиннің жұбайы Венера Баймырзаеваның атында Дубайда жалпы құны $4,3 миллион асатын 50-ге жуық жылжымайтын мүлік нысаны тіркелген. Нұрлан Нығматуллиннің отбасылық бизнесі Қазақмыс, Казминералс және Ордабасы қаржылық өндірістік топтарымен тікелей байланысты. Бір сөзбен айтқанда оны Ким, Новачук, Дінмұхамед Ыдырысовтармен бизнес серіктестеуге болады. Дінмұхамед Ыдырысов пен Нұрлан Нығматуллиннің құдалығын 1000 жылдық деп айтуға негіз бар. Өйткені екеуінің әйелдері, яғни құдағилар Мағда Ыдырысова мен Венера Баймырзаева бірлесіп инвестиция жасап, ең қымбат ресторандардан тәтті шай ішіп жүр. Құдағилар Дубайда және басқа да қалаларда миллиардтаған долларлық жылжымайтын мүліктерді ұстап отыр. Ал Нұрлан Нығматуллиннің ұлдары Нұржан мен Нұрхан Жамбылдағы
Қазфосфат зауытына иелік етеді. Соңғы уақытта мемлекет бұл өндірістегі қауіпсіздік шараларының сақталмауына жіті назар аударып, қырағы бақылап жүр. Мұның себебі де жоқ емес. Зауытта енді тағы апат бола қалса, Миттал сценарий Таразда қайталануы әбден мүмкін. Мұны кіші Нығматуллиндер де сезетін болса керек. Зауытқа қатысты кез келген жағымсыз әңгіме оларға қатты тиетін болған. Бірнеше рет Forbes рейтингіне енген Ерлан Нығматуллинде кезінде қолдарында билік барда бизнеспен сәтті айналысып, әкімшілік ресурс қамқорлығында болды. Ерлан Нығматуллиннің Inform Service, Pulse, Virage Service Қарағанды, Өркен Медиа, Trend Capital, YDD Corporation, Қазкарбон, Қазфера Алоус жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінде және Қара Жыра акционерлік қоғамында акциялар бар. Кезінде Назарбаевқа жақындығын пайдаланып, мемлекеттік ресурстан қалағанша кертіп жеп келген ескі Қазақстан олигархтары қазір екі топқа бөлінген. Бірінші топ заңсыз алғандарының бір бөлігін қайтарып, қайырымдылықпен айналысып, мектептер салуда. Екінші топ әлі де бас бағып бұғып отыр. Міне, Нығматуллиндер осы екінші топтың өкілдері. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев олар үшін әңгіменің енді басқаша болатынын ашық мәлімдеді. Оларға ұзақ уақыт бұғып отыра беруге енді мүмкіндік бермейді. Нығматуллиндерге қатысты нақты қимыл әрекеттер қыркүйектің соңына қарай басталуы мүмкін дейді Негенің сенімді дерек көзі. Жуық арада басталуы мүмкін қандай да бір іс әрекеттерді біз де өз тарапымыздан жіті бақылап отыратын боламыз. Арнайы сіздер үшін Неге ақша бағдарламасы. Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.